Мен айта алмаймын. Осы сөз Айдананың ішінде қайта-қайта жаңғырып тұр. Айта алмаймын. Жоқ, білмеймін емес. Ұмыттым емес. Дәл айта алмаймын. Бұл сөзде бір құпия бар еді. Бір қорған. Бір шындық. Таң атты. Бірақ бұл үйде тыныштық жоқ. Екеуі бір бөлмеде. Бірақ бөтен адамдар сияқты. Күйеуі ас үйде. Телефоны қасында. Әдеттегідей. Бірақ енді бәрі басқаша көрінеді. Айдана есік жақта үнсіз қарап тұр. Кеше түнгі сурет көз алдында. Сол күлкі. Сол жақындық. Кофе ішесің бе? Деді күйеуі жай ғана. Айдана жауап бермеді. Сен маған өтірік айттың, деді ол ақырын. Күйеуі тоқтап қалды. Мен саған ештеңе айтпадым, деді ол. Бұл да өтірік, деді Айдана. Үнсіздік. Мен сұрамаймын енді, деді Айдана, өзім білем. Күйеуі оған қарады. Не істемексің? Айдана көзін тайдырмады. Сол қызды табам. Бұл сөз ауаны ауырлатты. Күйеуі бір қадам жақындады. Айдана, бұл дұрыс емес. Дұрыс емес пе? Деді ол күліп. Дұрыс емес сенің істегенің. Ол бұрылып, бөлмеге кіріп кетті. Бір сағаттан кейін. Айдана жалғыз. Қолында күйеуінің телефонынан жазып алған мекен-жай. Сол мейрамхана. Сол уақыт. Егер сен айтпасаң мен өзім көрем, деді ол. Кеш. Сол мейрамхана. Жарық жұмсақ. Музыка баяу. Бірақ Айдананың жүрегі тым қатты. Ол ішке кірді. Көздері бәрін іздеп тұр. Және оларды көрді. Сол үстел. Сол күйеуі. Және сол қыз. Бұл жолы бәрі тірі. Нақты. Жасырын емес. Айдана тоқтап қалды. Демі тарылды. Күйеуі бір нәрсе айтып отыр. Қыз күліп отыр. Бір сәт. Қыз қолын оның қолына қойды. Айдананың жүрегі сол сәтте сынғандай болды. Бірақ сол кезде бір нәрсе өзгерді. Күйеуі қолын бірден тартып алды. Жоқ, деді ол анық. Айдана таңырқап қалды. Біз бұлай жалғастыра алмаймыз, деді күйеуі. Қыздың жүзі өзгерді. Бірақ сен өзің. Мен қателестім, деді ол. Менде отбасы бар. Айдана тұрған жерінде қатып қалды. Бұл. Ол күткен нәрсе емес еді. Бірақ дәл сол сәтте. Қыз бір сөз айтты. Ал ол сенің шын кім екеніңді білсе ше. Үнсіздік. Айдананың жүрегі тағы да соқты. Шын кім екенің? Ал ол сенің шын кім екеніңді білсе ше. Бұл сөз Айдананың ішінде жаңғырып қалды. Жүрегі тағы да дүрсілдей бастады. Ол бір қадам алға жылжыды. Жақынырақ. Есту үшін. Күйеуі үнсіз қалды. Ал қыз оған тік қарап отыр. Сен бәрін жасырдың, деді ол. Оның сен туралы білмейтін дүниелері бар. Айдананың тынысы тарылды. Не жайлы айтып тұрсың? Деді күйеуі қаттырақ. Қыз сәл еңкейіп. Сенің өткен өмірің туралы. Үнсіздік. Айдананың көзі кең ашылды. Өткен өмір. Тоқтат, деді күйеуі төмен дауыспен. Неге? Деді қыз. Ол сенің шын атыңды да білмейді ғой. Бұл сөз. Айдананы ішінен сілкіп өтті. Не? Деді ол еріксіз сыбырлап. Күйеуі ашуланып кетті. Бұл жерден кет, деді ол қызға. Неге? Қорқып тұрсың ба? Деді қыз. Иә, деді ол бірден. Қорқамын. Айдана алғаш рет оның даусынан шын қорқынышты сезді. Мен бәрін бұзғым келмейді, деді күйеуі. Қыз күліп жіберді. Кеш қалдың. Сен әлдеқашан бұздың. Айдана енді тұра алмады. Ол алға шықты. Не бұзды? Деді ол. Екеуі бірден бұрылды. Күйеуі қатып қалды. Айдана. Қыз болса жай ғана жымиып тұр. Міне өзі келді. Айдананың көзі күйеуінен таймады. Шын атыңды білмейді деген не? Үнсіздік. Күйеуі ештеңе айта алмады. Айт. Деді Айдана. Ол терең дем алды. Көзін жұмды. Мен сен ойлаған адам емеспін. Бұл сөз.
бәрін тоқтатты. Қалай? Деді Айдана. Қыз орнынан тұрып, жай ғана айтты. Оның аты сен білетін ат емес. Айдананың жүрегі қатты соғып кетті. Онда кім? Күйеуі көзін ашты. Бұл жолы қашпады. Мен басқа адаммын. Толығырақ айт. Деді Айдана. Үнсіздік. 1 секунд. 2 секунд. Мен бұрын басқа өмір сүрдім. Айдана артқа шегінді. Бұл не деген сөз? Қыз жай ғана сыбырлады. Ол тек саған емес, өз өміріне де өтірік айтты. Мейрамханадағы шу бәсеңдеп кеткендей. Үшеуінің арасында ғана ауа қозғалып тұрғандай. Мен басқа адаммын. Осы сөз Айдананың құлағында қайта-қайта жаңғырып тұр. Қалай басқа адам? Деді ол ақырын. Күйеуі немесе енді кім екенін білмейтін адам көзін төмен түсірді. Сен мені танымайсың, деді ол. Бұл сөз жүрекке тағы да соққы болды. Мен сені 5 жылдан бері білем, деді Айдана. Қалай танымаймын? Қыз араласты. Сен оны осы атымен ғана білесің. Айдана оған бұрылды. Сен кімсің өзі? Қыз жай ғана жауап берді. Оның өткеннен біреу. Үнсіздік. Айтшы, деді Айдана күйеуіне. Шын атың кім? Ұзақ пауза. Сосын ол баяу айтты. Арман емес. Айдананың жүрегі шым ете қалды. Онда. Ол әрең сыбырлады. Тимур. Бұл есім бөтен. Суық. Бөгде. Тимур, деді Айдана баяу. Сонда менің қасымдағы адам мүлде басқа ма? Ол басын изеді. Неге? Деді Айдана. Күйеуі терең дем алды. Өйткені мен қашып жүрмін. Бұл сөз бәрін одан сайын ауырлатты. Неден? Деді Айдана. Қыз жауап берді. Өткеннен. Айдана енді оған тік қарады. Нақты айт. Қыз сәл жымиып. Ол бұрын таза өмір сүрмеген. Күйеуінің көзі өзгерді. Жетеді, деді ол. Жоқ, жетпейді, деді Айдана. Мен бәрін білуге құқылымын. Үнсіздік. Күйеуі Тимур ақырында басын көтерді. Егер мен айтсам, сен мені жек көресің. Мен қазірдің өзінде сені танымай отырмын, деді Айдана. Бұл сөз оны тоқтатты. Ұзақ пауза. Сосын. Мен бұрын заңсыз істерге араластым. Айдана қатып қалды. Қандай істер? Ол жауап бермеді. Қыз жай ғана айтты. Ол адамдармен жұмыс істеді, қауіпті адамдармен. Айдананың денесі мұздап кеткендей. Ал сен, деді ол, неге қайта келдің? Қыз оған тік қарады. Өйткені ол уәдесін бұзды. Қандай уәде? Күйеуі көзін жұмды. Мен бәрін тастап кетем деп уәде бергенмін. Қыз салқын жауап берді. Бірақ сен махаббатты таңдадың. Үнсіздік. Айдана сол сәтте бәрін түсінгендей болды. Бұл тек опасыздық емес. Бұл қашып жүрген адам. Мейрамханадағы үстел. 3 адам. Бірақ енді бұл жай әңгіме емес. Бұл қауіп. Сен махаббатты таңдадың, деді қыз тағы да. Айдана күйеуіне қарады. Сонда сен мені таңдадың ба, әлде қаштың ба? Тимур, Арман үнсіз қалды. Бұл үнсіздік жауаптың өзі еді. Екеуі де, деді ол ақыры. Айдана күліп жіберді. Керемет, өте адал жауап. Қыз орнынан сәл еңкейіп жай ғана айтты. Уақыт жоқ. Екеуі бірден оған қарады. Не болды? Деді Тимур. Қыз телефонын көрсетті. Экранда бір ғана сөз. Таптық. Айдананың жүрегі тарс ете қалды. Бұл не? Қыз даусы төмендеді. Олар сені тауып қойды. Кімдер? Деді Айдана. Тимур бірден орнынан тұрды. Біз кетуіміз керек. Біз емес, деді қыз. Тек сен? Айдана орнынан тұрып. Жоқ. Енді бәрін айтып болған соң мені осылай қалдырып кетесің бе? Тимур оған жақындады. Айдана, тыңда. Жоқ. Деді ол. Мен сенің кім екеніңді енді ғана білдім. Енді тағы жоғаласың ба? Қыз қаттырақ айтты. Егер ол қалса сен де қауіптесің. Үнсіздік. Айдана қатып қалды.
Қауіп. Қыз басын изеді. Олар куәларды қалдырмайды. Бұл сөз ауаны мұздатты. Айдана баяу күйеуіне қарады. Бұл рас па? Тимур көзін тайдырды. Бұл иә. Айдананың жүрегі тағы да сынып кеткендей болды. Сонда мен де, деді ол әрең. Сондықтан кетуім керек, деді Тимур. Жоқ, деді Айдана. Екеуі де оған қарады. Бұл жолы сен жалғыз кетпейсің. Айдана. Мен сені таңдадым, деді ол анық. Енді сен де мені таңда. Үнсіздік. Қыз басын шайқады. Бұл эмоцияға уақыт жоқ. Сол сәтте мейрамхананың сыртында көлік тоқтады. Қара. Тым таныс емес. Бірақ тым қауіпті. Тимурдың көзі өзгерді. Кеш, деді ол. Айдана оның қолынан ұстап алды. Бұл жолы бірге кетеміз. Бір секунд. Тимур оның көзіне қарады. Сосын басын изеді. Жарайды. Қыз күрсінді. Екеуің де ессісіңдер. Бірақ тіріміз, деді Айдана. Сол сәтте есік ашылды. Есік ашылды. Салқын ауа ішке кірді. Бірақ бұл жай ауа емес еді. Бұл қауіп. 3 адам кірді. Қара киім. Салқын көзқарас. Ешқандай эмоция жоқ. Айдананың жүрегі бірден жылдам соқты. Бұлар солар ма? Деді ол сыбырлап. Тимур басын изеді. Иә. Қыз орнынан тұрды. Кешіктіңдер, деді ол салқын. Бірі алға шықты. Тимур. Даусы тыныш. Бірақ ішінде бұйрық бар. Біз сені іздедік, деді ол. Тимур Айдананың қолын қысып ұстап тұр. Мен білем. Онда неге қашып жүрсің? Үнсіздік. Айдана олардың көзқарасын сезді. Олар енді оғанда қарап тұр. Ал бұл кім? Деді біреуі. Жүрек. Бір соққы. 2 соққы. Тимур бір қадам алға шықты. Ол қатысы жоқ. Енді бар, деді суық жауап. Айдананың ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Мен, деді ол, мен ештеңе істеген жоқпын. Бірі күліп жіберді. Әрқашан солай айтады. Сол сәтте бәрі тез болды. Тимур Айдананы артқа итерді. Жүгір. Айдана ойланып үлгермеді. Дене өзі қозғалды. Артынан айқай. Қадамдар. Қуғын басталды. Мейрамханадан шықты. Көшеге. Түн. Шамдар. Жүрегі жарылып кетердей. Тоқта. Деген дауыс артынан естілді. Айдана жүгіріп бара жатыр. Бірақ бір қол оның иығынан ұстап алды. Ұстадым. Ол қатып қалды. Біреу оны артқа бұрды. Салқын көздер. Сен тым көп нәрсе көрдің, деді ол. Айдананың көзіне жас келді. Мен ешкімге айтпаймын. Бұл жеткіліксіз, деді ол. Сол сәтте артынан дыбыс. Одан қолыңды ал. Тимур. Ол тыныш тұр. Бірақ көзінде бұрын болмаған суықтық бар. Сен өзгермепсің, деді қара киімді адам. Тимур жай ғана. Жоқ, бұл жолы менде себеп бар. Қыз ба? Үнсіздік. Бұл жауаптың өзі еді. Сол сәтте Тимур бір қозғалыс жасады. Жылдам. Дәл. Айдананы ұстап тұрған адам бірден артқа құлады. Айдана шошып кетті. Сен, деді ол. Тимур оған қарады. Кейбір нәрселерді мен айтпадым. Айдана енді түсінді. Бұл адам. Ол ойлағаннан да қауіпті. Бірақ дәл сол сәтте тағы дауыстар естілді. Көп. Өте көп. Қыз айқайлады. Олар көбейіп кетті. Тимур Айдананың қолынан ұстап. Енді шынымен жүгір. Айдана бұл жолы тоқтамады. Бірақ енді ол тек қашып жатқан жоқ. Ол шындықтың ішінде. Түн. Көлік ішіндегі тыныс ауыр. Айдана артқы орындықта отыр. Қолдары әлі дірілдеп тұр. Ал Тимур рөлде. Көзі жолда. Бірақ ойы әлдеқайда тереңде. Сен кімсің? Деді Айдана ақырын. Бұл сұрақ енді жай емес еді. Бұл жауапты талап ететін сұрақ. Ұзақ үнсіздік.
Сосын Тимур баяу сөйледі. Мен бұрын адамдар жоғалатын әлемде өмір сүрдім. Айдананың жүрегі шым ете қалды. Не дегенің? Заңмен емес ақшамен күшпен басқарылатын әлем. Көлік жарықтан өтті. Тимурдың жүзі бір сәтке анық көрінді. Шаршаған. Ауыр. Мен сол жүйенің ішінде болдым, деді ол. Қандай жүйе? Адамдарды табатын және қажет болса жоятын. Айдана тынысын ұстап қалды. Сен, деді ол, сен адам өлтірдің бе? Тимур бірден жауап бермеді. Бірақ оның үнсіздігі бәрін айтты. Айдананың көзіне жас келді. Мен кіммен өмір сүріп жүрдім? Тимур дауысы бәсең шықты. Мен саған ондай адам болғым келмеді. Үнсіздік. Сонда сен жай кетіп қалған жоқсың, деді Айдана, сен қашып жүрдің. Иә. Неден? Тимур көзін жұмып алды. Бір сәт. Бір қателіктен. Қандай қателік? Тимур дауысы ауырлады. Мен бұйрыққа қарсы шықтым. Айдана оған қарады. Бір адамды жою керек болды, деді ол. Бірақ не? Ол кінәсіз еді. Үнсіздік. Мен оны жібердім. Айдананың жүрегі сәл жұмсарғандай болды. Сол үшін олар сені іздеп жүрме? Тимур басын изеді. Жоқ, деді ол. Тек сол үшін емес. Айдана таңырқап қарады. Онда не үшін? Тимур оған бір сәт қарады. Терең. Өйткені мен бәрін білем. Нені? Бүкіл жүйені. Кім басқарады? Қалай жұмыс істейді? Қайда әлсіз? Айдананың жүрегі қайтадан қатты соқты. Сонда сен олардың ең қауіпті жауысың ба? Тимур жай ғана айтты. Иә. Үнсіздік. Айдана басын төмен түсірді. Ал мен? Деді ол ақырын. Мен сенің өміріңе кездейсоқ кірдім бе? Тимур бірден жауап берді. Жоқ. Айдана көтеріліп қарады. Сен менің жалғыз дұрыс шешімімсің. Бұл сөз бәрін өзгертті. Бірақ дәл сол сәтте айнадан жарық көрінді. Бір емес. 2, 3 көлік. Олар бізді тапты, деді Тимур. Айдананың жүрегі қайтадан жылдам соқты. Енді не істейміз? Тимур рөлді қатты ұстады. Енді соңына дейін барамыз. Түн. Қуғын әлі жалғасып жатыр. Қара көліктер арттарынан қалмай келеді. Айдана терезеден сыртқа қарап отыр. Жүрегі тоқтар емес. Біз қашанға дейін қашамыз? Деді ол. Тимур жауап бермеді. Бірақ бұл жолы үнсіздігі басқа. Шешімге толы. Ол күрт бұрылды. Көлік басқа бағытқа түсті. Қайда бара жатырмыз? Деді Айдана. Соңына, деді Тимур. Қандай соңы? Тимур қысқа жауап берді. Мен бастаған жерге. Көп ұзамай көлік тоқтады. Қала шетінде. Ескі ғимарат. Қараңғы. Тасталған сияқты. Айдана айналасына қарады. Бұл жер. Тимур баяу айтты. Бұрынғы базамыз. Айдананың жүрегі тағы да шым етті. Сен осында жұмыс істедің бе? Иә. Ол көліктен түсті. Айдана да артынан шықты. Ауа ауыр. Тыныштық тым қатты. Егер біз ішке кірсек, деді Айдана, кері жол жоқ қой. Тимур оған қарады. Ол жол бұрында болмаған. Екеуі ішке кірді. Іші қараңғы. Бірақ бір сәтте жарық жанды. Сені күтіп отырдық. Дауыс. Салқын. Таныс. Алдында бір адам тұр. Тимур тоқтап қалды. Көзі өзгерді. Сен, деді ол. Адам жай ғана жымиып. Иә, ұмыттың ба? Айдана сыбырлады. Бұл кім? Тимур дауысы ауыр шықты. Менің өткенім. Адам алға шықты. Менің атым Ерлан, деді ол. Сенің бұрынғы басшың. Айдананың жүрегі қатты соқты. Демек бәрі осыдан басталған, деді ол. Ерлан басын изеді. Сен бізді сатып кеттің, Тимур, деді ол. Жоқ, деді Тимур, мен дұрыс нәрсені таңдадым. Ерлан күліп жіберді. Дұрыс па? Деді ол. Әлде әлсіздік пе? Үнсіздік.
Айдана Тимурға қарады. Бұл шешуші сәт. Тимур бір қадам алға шықты. Мен қателестім. Ерлан тоқтады. Ақыры мойындадың ба? Иә, деді Тимур, мен тым кеш түсіндім, адам болу әлсіздік емес. Үнсіздік. Айдананың көзіне жас келді. Бұл бұрынғы Тимур емес. Бұл басқа адам. Ерланның жүзі суық қалпында. Кеш, деді ол. Бұл әлемде өзгеруге кеш. Сол сәтте қарулы адамдар шықты. Айдананың жүрегі тоқтап қалғандай. Соңғы сұрақ, деді Ерлан. Сен бізге қайта қосыласың ба? Үнсіздік. Тимур Айданаға қарады. Сосын, жоқ. Тимурдың жауабы ауада қатып қалды. Ерланның көзі суып кетті. Онда сен бізге қарсысың. Тимур бір қадам алға шықты. Мен өзіме қарсы болғым келмейді енді. Сол сәтте бәрі жарылды. Қозғалыс. Айқай. Қару дыбыстары. Айдана шошып, артқа шегінді. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Бірақ бұл жолы ол қашпады. Тимур оны қорғап тұр. Әр қозғалысы нақты. Жылдам. Бірақ бұл тек күш емес еді. Бұл шешім. Төмен тұр, деп айқайлады ол. Айдана жерге отырды. Бірақ көзі Тимурда. Ол тек қорқып тұрған жоқ. Ол таңдап тұр. Қаламын ба, кетемін бе? Бір сәт. Сосын ол орнынан тұрды. Жоқ, деді ол. Тимур оған қарады. Айдана, кет. Жоқ, деді ол қатты. Мен енді қашпаймын. Бұл сөз бәрін өзгертті. Ерлан күліп жіберді. Міне нағыз қателік. Ол қаруын көтерді. Тура Айданаға. Уақыт баяулады. Тимурдың көзі кең ашылды. Жоқ. Бірақ дәл сол сәтте Айдана қашпады. Жасырынып та үлгермеді. Тек бір нәрсе айтты. Мен сені таңдадым. Дыбыс. Тыныштық. Бірнеше секундтан кейін Тимур көзін ашты. Айдана. Тірі. Ерланның қолы төмен түскен. Қызық, деді ол баяу. Сендер шынымен қорықпайсыңдар ма? Айдана тыныс алып тұр. Қорқамыз, деді ол. Бірақ бірге. Үнсіздік. Бұл сөз оқтан да ауыр тиді. Ерлан бір сәт ойланып қалды. Сосын қаруын түсірді. Сен өзгердің, Тимур, деді ол. Иә. Бірақ бұл әлем өзгермейді. Онда біз өзгертеміз, деді Тимур. Ұзақ үнсіздік. Сосын Ерлан бұрылды. Кетіңдер. Айдана сенбей қалды. Не? Бүгін сендер жеңдіңдер, деді ол. Бірақ бұл соңы емес. Тимур көзін алмай тұр. Мен қайта оралмаймын. Біз күтеміз, деді Ерлан. Сыртқа шыққанда таза ауа, тыныштық. Айдана Тимурға қарады. Біз тіріміз. Тимур баяу жымиып. Біз бірге.